Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай ерекше әдемі және ерекше дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Нағыз қонақ дастарханға және мерекелік дастарханға ұсынатын салат қонақтарыңызды бет бейнесімен және ерекше дәмімен таң қалдырады. Бисмиллах деп бастаймыз. Салатымыздың басты ингредиенті ол тауықтың төс еті. Оны алдын ала суға пісіріп алуымыз қажет. Қайнаған соң көбігін алып, тұз, дөңгелек қара бұрыш және бірнеше лавр жапырағын қосамыз. 25 минутта пісіп дайын болады, суытамыз. Келесі ингредиент бұл қызылша. Оны да алдын ала салатты дайындамас бұрын, бір күн бұрын пісіріп тоңазытқышта сақтауға кеңес беремін. Сонда біздің үккішімізден жақсы өтетін болады. Бір үлкен ірі қызылша жеткілікті. Мендегі қызылшалар өте майда болғандықтан бірден 3 данасын қолдандым және де үккіштің ең ұсағынан өткіземіз. Үккіштен өткізілген қызылшамыздың консистенциясы осындай пюре секілді болады, суы шыға бастайды, сондықтан оны артық суынан ажыратып алуымыз қажет. Ситаға орналастырамыз, осындай силиконды күрекшенің көмегімен артық суын шығарамыз. Басқа ингредиенттерді дайындағанша осы күйінде қалдырамыз. Енді анарды тазалаймыз. Анардың осындай ұшы биігірек болғаны жақсы, себебі біз салатты жинаған кезде осы ұшын қолданатын боламыз. Толық піскен, әдемі, қытырлап тұрған сочный анарды таңдауға тырысыңыз, өйткені бұл салаттың изюминкасы. Осы ұшын тастамаймыз, бізге салатқа қажет болады. Ары қарай анарды тазалаудың ең оңай әдісін көрсетемін. Осылай ұшын кесіп алғаннан кейін жолақтар көрініп тұрады. Сол жолақтар бойынша кесуіміз қажет. Сол кезде анарды ажыратқан кезде әдемі болып, осы анарымыздың дәндері жарақаттанбай тазаланады. Құрметті менің алтындай көрермендерім, осындай өзіміздің қазақ тіліндегі каналдарды дамытуға атсалысайық. Теп-тегін ақша төлемейтін лайктарыңызды аямай басып, кез келген пікір қалдыруыңызды сұраймын. Каналға әлі де тіркелмеген болсаңыз, мына жердегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыз, пайдалы видеоларды бірінші болып көретін боласыз. Анарды толықтай әдемі етіп тазалап алдық, бөлек ыдысқа орналастырамыз. Келесі сәті видеоға түспей қалыпты, алайда түсінікті деп ойлаймын. Алдын ала пісіріп қойған тауығымыздың төс етін қолымызбен осындай майда жолақ етіп ажыратамыз, үлкенірек ыдысымызға орналастырамыз. Келесі қажет ингредиент грек жаңғақтары. Небәрі 60 грамм қажет болады. Орташа етіп тураймыз. Қатты ұсақтап жіберуге болмайды, себебі салаттың құрамында сондай қытырлап дәмі сезілуі қажет. Келесі ингредиент кептірілген қара өрік, орысша чернослив. Одан да небәрі 60 грамм қажет болады. Осындай жұмсақ түрін таңдадым және де жылы суға жуып алдым. Орташа етіп тураймыз. Ыдысымызға орналастырамыз. 2 тісше сарымсақ қажет болады. Мына жерде біреуін турап көрсеттім, нәтижесінде 2 тісше сарымсақ қостым. Мына жерде сарымсақты тураудың ең оңай әдісін көрсетемін. Пышақпен осылай үстінен басып, майдалап тураймыз. Ыдысымызға орналастырамыз. Кептірілген қара өрік бір-біріне жабысып қалады екен, соны алдын ала араластырмас бұрын қолмен ажыратып алуды жөн көрдім. Салатымызға толтырып 3 ас қасық майонез қосамыз. Мендегі үй жағдайында өзім дайындаған майонез өте оңай, 2-ақ минутта дайындалады. Құрамы таза, әп-әдемі, сап-сары. Видеоның астына сілтемені қалдырамын. 3 ас қасық майонез жеткілікті, одан көп болып кетпесін, себебі бізге салаттың форма ұстауы маңызды, өйткені біз анардың формасын жасаймыз.
Дәміне қарай тұз қостым, және салаттың келесі ингредиенті 2-3 қысым осындай анар дәндерін қосамыз. Оны ең соңында қосамыз және байыппен араластырамыз, себебі анар дәндері жарылып кетпеу керек, және салат қызыл түске боялып кетпеу керек. Салатты бір үлкен тәрелкеге немесе 2 орташа тәрелкеге дайындауға болады. Мен бүгін бір үлкен тәрелкеге дайындаймын. Қолымда ұстап тұрған ыдыстың диаметрі 15 сантиметр. Салатымызды толығымен тығыздап, осы ыдыстың ішіне орналастырамыз. Байқасаңыз, салаттың құрамындағы барлық ингредиенттер пайдалы, яғни тауықтың төс еті, грек жаңғағы, кептірілген қара өрік, анар, сарымсақ, тіпті үй жағдайындағы майонез. Салат формасын жақсы ұстау үшін тауық етін біз пышақпен турамадық, қолымызбен жолақтарға ажыраттық. Тәрелкеміздің бір шетіне орналастырамыз, қасықтың көмегімен бір тегістеп шығамыз. Алып қалған анарымыздың ұшын орналастырамыз, осы сәтте бізге қажет болады. Және қызылшамызға ораламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біраз су бөлінді. Бізде осындай суынан ажыратылған бір тегіс пюре секілді масса шықты. 2 шанышқының көмегімен салаттың бетіне осылай орналастырамыз. 2 шанышқымен өте ыңғайлы және де тез, көп уақыт алмайды. Құрметті менің көрермендерім, видео ұнаса, пайдалы болса, теп-тегін лайктарыңызды аямай басып мені қолдап қойыңыздар. Кез келген пікір қалдырыңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Алда керемет, ерекше, пайдалы видеолар болады. Силиконды күрекшенің көмегімен осылай тегістеп шығамыз, осындай бір тегіс болады, және де ақшыл болып тұрған жерлерге тағы да қызылшадан қосамыз. Қалған қызылшаның көмегімен анарымыздың ұшын жасаймыз, барынша шынайы анардың ұшына ұқсатуға тырысамыз. Салатымыздың жан-жағын осылай қызыл болып жағылып қалған жерлерін салфетканы сәл сулап, сүртіп, тазалап шығамыз. Салатымыз әсерлі, тартымды болып көріну үшін бір бөлігін кесіп аламыз. Негізі салаттың 4-тен 1 бөлігінде кесіп алсаңыз болады. Мен аз ғана кішкентай бөлігін кесіп алдым. Кесілген жерлерді пышақтың көмегімен жөндейміз және кесіліп алған бөлікті жатқызып орналастырамыз. Кесілген бөліктің жан-жағына және кесілген жеріне майонез жағамыз, анармен әсемдейміз. Бұл процесс көп уақыт алатын секілді көрінеді, негізі аса көп уақыт алмайды, ал нәтижесі соған 100% тұрарлық. Айтпақшы, бұл салатты сельдь под шубой секілді етіп дайындасаңыз болады. Құрамы қонақтарыңызды таң қалдыратыны сөзсіз. Нәтижесінде осындай әдемілік шықты, дәмі одан да керемет. Міндетті түрде дайындап көріңіздерші, алғыстарыңызды жаудырасыздар. Әсіресе қыс мезгілінде, қонақ күткенде, мерекелік дастарханда сондай үйлесімді салат. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Сіздермен болған Салтанат. Амандықта, жақсылықта, жаңа видеоларда жүздескенше.